Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздерге қуанышты жаңалық бар. Дәл қазір мен Жалпақсай ауылына келіп отырмын. Иттерге таланған Максим естеріңізде болар. Асар Уме қоры және Қазақстан елі, халқы Максимнің отбасына үй бергелі жатыр. Қуанышты сәтті көріп бірге таспалайық, кеттік. Поделениесімен сөйлестім. Денсаулық қалай екен? Денсаулығы бірқалыпты, бірақ айтады, бана перевязка жасаған кезде баланы біз әлі шығара алмаймыз. Олай үшін жарақат емес. Добрый день, Катя. Как у вас дела? Все хорошо? Как Максим? Уже встает. Да? Да, уже встает. На костылях ходит. На костылях ходит? Да. Врачи что говорят? Ну, врачи говорят, еще пока рано, не позволяет выписать. А когда примерно планируется выписка? Ну, в понедельник уже. Понедельник. Да. Вы бабушка Максима? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Да как, давление прыгает, жара такая стоит. Так, Посещаете внука? нет, я же с детьми. С детьми дома? Я же лежу с ним. Я с ним. А вы там лежите? в Да, больнице? вместе с ним, да, я уже там. Вот сегодня попросили приехать. Вот с детьми маленькими. Ну, мы не просто так пришли. Ну, меня попросили, я это Да. сама приехала. Мы хотим позвать вас в гости. Вы сейчас свободны? Хорошо. Да. С детьми, с бабулей, со всеми. Да, да. Можно? Да, да, да. Давайте пошли Да. тогда. Мам, занеси пока сумку. Или ладно, я возьму с собой. Детей всех, да, вы возьмете, да, с собой? Да, да, да. Ага. Леша, пойдем. Леша, кеттік. Как вас зовут? Надя. Надя? Надя, сколько вам лет? 5. 5? Да. По Максиму скучаете? Да. Да? Он тоже по вам скучает, наверное, да? Пойдемте. А младшему сыну сколько лет? 1,5 годика. 1,5 годика. Как его зовут? Саша. Саша. Привет, Саша. Как дела? Улыбается. Леша, идем сюда, садись. Бұл жалдамалы пәтері ғой отбасының. Қазір біз барлық иелерін алып, апасы бар, анасы бар, Максимнің бауырлары бар, Асар Уме қоры алып бергелі жатқан баспанаға апарамыз. Енді қуаныш сәт қой, осы бір қуаныш сәтті бөлісуге келіп қалдық. Кеттік. Келіңіздер, түсіңіздер. Добро пожаловать к нам в гости. Или наоборот, к вам в гости. Идем, Леша. Леш, спускайся. Осторожно. Катя, узнаете этих людей? Может, Да. где-нибудь видели? А? Видела. Но они не просто так здесь. Здравствуйте, Здравствуйте. Екатерина. Вот у нас говорят в культуре, после трудностей обязательно облегчение или вместе с трудностями облегчение. И вот мы рады тому, что вот Руслан Мырза, Айжан ханым, все стали причиной того, чтобы это облегчение вам пришло. Это дом ваш. О, құтты болсын. Құтты болсын, Катя. Бабуля, поздравляю, не плачьте. Это ваша мама? Или... Это ваш дом. Да? Поздравляем вас. Рады, рады. Спасибо, ребят. Девочки, спасибо большое. С праздником вас. Самое главное, чтобы теперь Максим побыстрее выздоровел. Да. Не О, пришел Шара, уже. Сарумар, қалайсыздар? Теперь самое главное, Ой, чтобы молодец. в новый дом, как говорится, будет своя комната, все блага внутри, Большое свой спасибо. двор. Помните, вы хотели огород? Я огород есть. Да. О, вообще. И банька И есть. банька. О, даже хорошо. Ал енді ішке қарай кірейік, ә? Ал, бісміллә деп. Беріңіз. Жарайсеке. Мына жақта, Алла разы смотрите, болсын. красная дорожка прям. Ана сол жақта фуршет бар екен. Иә. Еріктерді дайдап қойған. Ауысыңыздар. В зал, да? Это ваш дом. Катя, как?
Ощущение. Прежде можно, да, маме с детьми, с ребенком с одним расположиться. Жүріңіздер. Катя, пойдемте. Ребята покажут. Проходите. Жүріңіздер сізге. Вот здесь вот для детей комната. Отлично, прямо. Оны біз Максимум сколько? 10 лет? алла қаласа ауруханадан Максим айығып шыққаннан кейін осы жерге қоныстанатын болады. Міне. Бұл Максимнің жатын орны. Вот здесь, смотрите, вода, все есть, бәрі. Жанға жайлы ыстық су да бар, газ да бар, суық су да бар. Енді адам өмір сүретін барлық жағдай қамтамасыз етілген. Содан кейін нелері, хозяйкасы мебельді қалдырады. Осы үйде. Бонус ретінде. Бонус ретінде. Шкафтары, байласанда жаңа төсек орны, бәрі. Душевой. Полноценный. Мынау енді хан жаяу баратын жер ғой, дәретхана. Мына жерде душ бар. Ішінде кір машина бар. Еще сыртын көрсетшіңіз, жеке там вообще нормально, огородик компактный. Ардақты ағайын, біз Максимнің шаңырағына келдік. Қазір мен таныстырайын. Мына жерде енді бағанада айтып кеттім. Суық су, ыстық су, газ тұратын жер. Ал кірген кезде мына жерде дәретхана, ішінде душы да бар, кір машинасы да бар. Мына жақ гардероб, заттарын, киімдерін қойып қояды. Үйге кіргеннен кейін оң жағында ас үй. Қараңыздар. Тоңазытқышы бар, дәл осында плитасы бар. Сыртта ел жұрт тамақтанып жатыр. Бұл кісі осы үйдің бұрынғы иесі. Үйді жеңілдікке беріпті, Айнұр ханым, иә? Дәл осында жағдайды естігеннен кейін үйді жеңілдікке беріпті. Сізге Алла разы болсын. Енді сіз жаңа үй алдыңыз ба? Аламыз. Аласыз ғой? Сізге табылады ғой енді. Табылады. Рахмет үлкен. Ал мынау енді дәл осы жерде отырып, Максим, Катя өзінің бауырларымен теледидар көреді, біздің жаңа жобаны көреді дегендей. Мына жақта, мына жерде енді балалар бөлмесі қылуға болады, немесе апа жатса болады, Катяның анасы. Енді мынау Максимнің өзінің бөлмесі болатын секілді. Жанға жайлы. Қараңыздар. Кереуеттері бар, Айнұр ханым барлығын қалдырам депті. Міне мынау қандай кем бөлме. Бұл жерде енді Катя өзінің балаларымен, қыздарымен жататын шығар. Міне дәл осындай шағын, жайлы, сол бір ауылдан Максимнің отбасына үй бұйырған екен. Асар Уме қорына және қорға үлес қосқан әрбір қазақстандыққа біз алғыс айтамыз. Волонтерша Айжан ханым. Одан кейін халықтың арқасы. Енді халық болмаса, ел болмаса, мынандай жақсылық жасалмайды ғой. Сол халықтың барлығын ұйымдастырып отырған Асар Уме қоры. Благотворительный фонд Асар Уме. Асекем бастаған, осында Бәкем бар. Біз енді табыстадық, жігіттер беріп жатыр. Бірақ өздеріңіз келіп көріп, саяжайға бір үлес қосам десеңіздер де мархабат. Ары қарай көркейту енді өздеріңіздің тұрғындары ғой. Енді бір минут осы уақытты пайдаланып, Айнұрсыз алғыс хат болса, біз бәрін жиналып тұрған кезде, енді кішігірім құрметті Хамарова Айжан Жұмагелдиевна, сізге қоғамдық өмірге белсене араласып, ерікті ретінде көрсеткен жанашырлығыңыз бен жауапкершілігіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздің қоғам игілігі жолыңыздағы еңбегіңіз, ізгілікті істеріңіз және жастарға үлгі боларлық белсенділігіңіз бен біз үшін ерекше бағалы. Алдағы уақытта да табысты қызмет, шығармашылық шабыт және мықты денсаулық тілейміз. Ой, тамаша. Айжан ханым, құтты болсын. Тура осындай марапатпен біздің Best Import. Менің компаниям. Бір күнде 2 алғыс хат алып жатсыз. Құтты болсын. Өйткені сразу айта кетейін, енді білесіздер,
өзім енді ерікті болғандықтан Алматы қаласында Әуезов ауданында болдым ерікті болып. Енді біздің ауылда ерікті адам болмағандықтан, осындай жағдай болғандықтан мен өз қолыма алдым. Әкімшілікке өзімнің хабарымды жеткізіп отырдым. Руслан Өтепбай мырзамен тікелей хабарда болдым. Асару медиаға бана біздің президентімізбен хабарға шығып, ол кісілермен осындай көмек қолын берді бізге. Сіздерге Алла разы болсын, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Екіншіден, Бестимпорт компаниясына сіздер алғыс бергендеріңізге рахмет. Өйткені менің основной доходым осы кісі компаниядан да 20% өзімнің зарплатамның 20% қайырымдылыққа жіберемін. 20%. Ол ауылдың тұрғындарына болсын, немесе Асаруме қорына да жіберіп отырып, Қарекет қорына да жіберемін да. Сондықтан осы еңбегімді елегендеріңіз үшін мың алғыс сіздерге де. Және де тағы да бір атап өтетін жайт, мынау көрдіңіздер ғой, қызыл кілем, безендіру, бұның барлығын жасап отырған естуімше мектеп ұжымы, Максим оқитын мектеп. Осында мектептің жаңа мұғалімдері, ұстаздары келіп отыр. Сіздерге де көп-көп алғыс. Енді барлығымыздың жаңа илегеніміз бір түйенің пұшпағы ғой, осы Максимнің отбасына көмектесейік, рухани қолдау, жан азығын берейік, тән азығын сыйлайық деген сол бір қолдауға үлес қосып жатқандарыңызға сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Ата-ананың қуанышы сөнбесін дегім келеді. Катя, можно пару слов от вас? Наверное, волнуетесь. Да, я волнуюсь. Большое вам спасибо всем, кто помог. Даже не знаю, слов нету. Просто в шоке. Так помогли. Максим вообще будет рада. Вам всем большое спасибо, кто приложил к этому руку. Но с вашими молитвами Максиму стает лучше. Выздоравливает. Да, спасибо. Да. Да. Баланы шығара алмадық қой, енді ойладық та біз бүгін баланы алып келеміз деп, осында қуанышпен бөлісеміз деп. Зав. Отделение неге бардым, травматологияның врачпен сұрасып сөйлесіп жатсам айтады, сіз бізді дұрыс түсініңіз дейді, баланы ол әшейін жарақат емес қой дейді, бір-екі сағатқа жібере салатын, оны нетіп алды, қауіп тастады, несі өте тяжелый деп, біз пока шығара алмаймыз, ренжімеңіздер. Рұқсат болса, анасын жібере аламын, 1-2 сағатқа барып келсін, одан кейін. Енді шығару күні қашанға жоспарланып отыр? Енді дүйсенбіге дейін қалдырамыз деп отыр. Егер дүйсенбі күні жағдайы жақсы болып жатса, дүйсенбі шығарамыз деп. Егер дүйсенбіге дейін результат болмаса, онда тағы да бала қалады деген сияқты. Бастысы аман есен ауруханадан шығып, жаңа қонысына, жаңа жұмағына, мекеніне оралсын дейміз, иә? Және рұқсат болса, Рузеге, осы Асаруме қорының оқырмандарына, қолдаушыларына да, қамқор жандарға алғысым айтқым келеді. Өйткені бізде осы адамдар жұма күндері ғана емес, басқа күндері де жай қалып кетпейді, жақсылықта жарысады әрқашан. Сол үшін біз біреу 100 теңге жібереді, біреу 2000 теңге жібереді. Біз құрастырып осындай шұғыл кезеде әрқашан дайынбыз. Баршаңызға көп рахмет. Мен де қосып кетейінші қор жайында. Мен Екатерина ханымның сұхбатын салғаннан кейін Максим жайында халық Руслан мырза сбор ашыңыз деді. Бірақ мен өзім ол саланың адамы емеспін. Менде юрист жоқ, бухгалтер жоқ, менде сертификат, лицензия жоқ. Сондықтан бәрін заң жүзінде істеу, рәсімдеуді жөн көрдік те. Біз бірден дереу Асаруме қорына хабарластық. Және асекендер біздің сөзімізді, бұл енді бүкіл халықтың сөзі деп білем, жерге тастаған жоқ. Кезектен тыс, дәл осындай резонансты шұғыл жағдай болғаннан кейін бала ауруханадан өзінің үйіне оралсын деген ниет қой енді. Иә? Сол ниеттес болып жатқан сіздерге Алла разы болсын, және сіздердің барша аудиторияларыңызға, әрбір қазаққа дәл осындай баспана жұғысты болсын. Рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Сенім артырғандарыңыз үшін рахмет. Көп рахмет. Айжан ханым, сізге мың алғыс. Көп рахмет. Өйткені шадаспасам, тағы түсіндіресіз ба? Ең осындай қазір біз оқиғаға қалай келдік? Айжан ханым сізге хабарласты, қалай болды? Дәл осындай қайғылы жағдай орын алды. Одан кейін Айжан ханым маған шықты. Сосын мен репортажбен осында келдім. Халық біледі ғой сіздер. Сосын барып, міне резонансты оқиға болды. Одан кейін білдім, 4 баласы бар, үлкен баласы мүмкіндігі шектеулі, және жалғыз басты ана, оның үстінде жалдамалы баспанада тұрады, пәтерде тұрады. Оның барлығы шығын ғой анаға. Сол үшін енді дәл осындайда біз ұлтқа, ділге, дінге бөлінбейміз. Біз бір Қазақстанда тұрғаннан кейін әрбір қазақстандық біздің азаматымыз. Сондықтан соған біз азаматтық борыш ретінде ат салысу, көмектесу біздің парыз.
Мы даже, вот знаете, не предполагали, мы когда услышали про вот эту ситуацию, и когда вот вышли волонтеры, Айжан ханым вышел, когда Русиге Руслан Мырза, мы начали же проверять, все документы собирать. И когда убедились в том, что вы еще и не только пострадали, а подходите под критерий фонда Асаруме, мы сразу решили прийти по возможности на помощь. И я рад, что, вот как Руслан Мырза только что сказал, у Жақсылықта дін жоқ, ұлт жоқ. Мы, Казахстан, всегда такое место, нигде съедает твое, не только съедает твое транспортное средство, да, но всегда пытаемся поддержать друг друга, пусть эта помощь обернется каждому из вас многими благами, откроет вам дорогу. И еще раз хочу передать привет и поблагодарить каждого нашего подписчика, который вот старается. И этот пример благого дела показывает, что если каждый на своем месте будет заниматься тем, что он занимается и делает это хорошо, то проблем не остается. Вот Айжан ханым сделала то, что должна, она сделала. Руслан Мырза делает, он сделал. И передал пас нам, мы сделали. Слава Богу. Бір сөз айтсам болады ма екен? Да. Қараңыз, біздің ауылда жалғыз енді волонтер мен ғана емеспін, менің артымда тағы да мен үлкен команда бар. Ол общественный фонд әділет қорғау. Ода біздің активисттарымыз бар. Ол Зәуре апайымыз бар, Шара апайымыз бар, Наталья апайымыз бар, және де Лариса Леонидовна деген сынып жетекшісі бар ол кісімізде сол группада. Шырын деген жас анамыз бар. Асемтай апамыз бар, бухгалтер. Жанар деген ханымыз бар. Осы кісілер бір-бірімізге қол ұшымызды беріп, осындай үлкен қуанышқа жеткізіп отырған ол бір команданың жұмысы деп ойлаймын. Жалғыз волонтерлік емес, бұл жерде активисттардың да қол ұшын созып отыр. Сондықтан бұл жеңіс біздің команданың жеңісі деп ойлаймын. Сол үшін сіздерге де рахмет айтамын. Және Русиге тағы бір адамды айтып кетсек, осы үйдің сатушысы бар. Сіз есіңіз қалай? Айнұр ханым, осы жағдайын естіп, менен осы скидка болсын, менен осы жеңілдікпен берді ма? Иә, жеңілдік берді. Көп нәрселерді қалдырып жатыр осы отбасыға жақсылықпен. Это вот Айнур ханым, продавец дома, который говорит, ну если такой случай, то я тоже даю свое участие. Смотрите, вы дополнительно можете бизнес сделать. Как? Посмотрите, вон перед домом стоит тот магазин, это бывший. Сейчас там 24 квадрата, одна комната. Вы можете в аренду сдавать. И каждый месяц по 70-100 тысяч еще выручку получать. Супер, это бонус. Только дома собак не держите. Самое главное. У нас одна есть, но она у нас добродушная. Кроме гавкать она не Серікбайға келген жоқ па? Серікбайға денсаулығына байланысты. Алла шипасын берсін. Шипа берсін. Қазір күн ыстық болып тұр, сондықтан келе алмады. Суық деп қалды дейді енді. Катя, вам вопрос. Наверное, самый последний. До этого сколько лет жили в съемочной квартире? Ой, лет 10, если не больше. Вот. Представляете, сейчас у вас свой дом. Я вообще не знаю, в шоке. Это же круто, да? Ну, конечно, у моих детей будет теперь своя, как говорится, крыша над головой. Правильно говорите. То, что завтра не скажут, вот, собирайте вещи, выезжайте, там, мы или продали, или мы вот, ремонт будем делать. Или ну, соседи так вот, пожаловались да, там. или соседи пожаловались там на вас, уже свое. Обязательно курочек, уточек заведу. Это я люблю. Катя, қуаныштарыңыз көп болсын. Максимнің денсаулығы мығым болсын, осы үйге өз аяғымен аман есен оралсын, Аумин. Розеке, қазақтың асар мен өме дәстүрлерімізді дәлелдедік. Өйткені асар білесіздер. Асар, міне, ауылдастардың, көршілердің, туысқандардың бір-біріне көрсетіп жатқан көмегі. Ал өме ол сырттан қалың көпшіліктің көмегі болып жатыр. И сегодня мы это доказали. Асар өме ол қазақтың екі ежелгі үлкен дәстүрлеріміз. Көп рахмет сіздерге. Кем болсан, кем болмайсың. Кем болмайсың. Кем болсан, кем болмайсың.